Қайырлы күн оқушылар, бүгін біз сіздермен 2-ші сыныптың 77-ші сабағымен жалғастырамыз. Сонымен бірінші 53-ші жаттығу суреттер бойынша мәтін құрастыр дейді. Бұл жаттығуларды жасайсың ба? Суретте жаз мезгіліндегі балалардың ойнап жатқан, жаттығу жасап жатқаны бейнеленген. Соған байланысты мен жаз мезгілін жақсы көремін, өйткені жазда аулада ойнауға, түрлі жаттығулар жасауға болады. Мысалы, секіру, турникке тартылу немесе шеңберді айналдыру. Мен осы жаттығуларды күнде жасаймын деген сияқты осындай мәтін құрауға болады. Жалғастырамыз. 54-ші жаттығу өлеңді мәнерлеп оқы дейді. Ас алдында қолымды жууға ойым бөлінді. Тазалыққа мән берем, мұнтаздай қып өңімді. Өлең не туралы? Өлең тазалық туралы. Тазалыққа сөзін тазалық сөздермен салыстыр, содан өзің қорытынды жасап көр дейді. Тазалыққа сөзі түбірі таза, лық қосымша, бұл жерде қосымшаның жұрнақ деген түрі, қа деген бұл да қосымша, бірақ бұл жалғау. Тазалық түбірі таза, лық қосымша, ол да жұрнақ, лық деген, ал таза деген бұл түбір сөз, таза түбір сөз. Жалғастырамыз. 55-ші жаттығу мақалды көркем жаз дейді. Мына мақалды көркемдеп өз дәптерлеріңе жазып алсаңыздар болады көшіріп. Енді жұрнақ жалғанған сөздерді тап дейді. Жұрнақ жалғанған сөздер өнерлі және өнерсіз. Түбірі өнер және оған лі деген жұрнақ жалғанған. Және тағы да өнерсіз деген сөзде түбірі өнер, сіз деген бұл жұрнақ. Жалғастырамыз. 56-ші жаттығу мектепте ұзындыққа секіру мен жүгіруден жарыс өткізілмекші. Жарысқа 2-4 сынып оқушылары қатысады. Сыныптастарыңда секіру және жүгірумен шұғылданатын балалар бар ма? Олар осы жарысқа қатыса ала ма? Сол туралы өз ойыңды білдір дейді. Былай өз ойымызды білдіреміз. Мектептегі жарысқа біздің сыныптан көп бала қатыса алады. Өйткені біз дене шынықтыру сабағын жақсы көреміз. Біз секіру мен жүгіруден бірінші орын аламыз деп ойлаймын. Мен спортты жақсы көремін. Немесе мен секіруді жақсы көремін. Мен жүгіруді жақсы көремін деп соңында жазсаңыздар болады.